Бисмиллахир-рахманир-рахим. Сабағымызды жалғастырамыз. Бүгінгі өтетін сабағымыз маф'ул ма'ах деген сабақ. Ма'ах деген бірге дегенді білдіреді. Бірден мысал келтірсек, хафиза Мухаммадун вал мисбаха десек, осы жерде мисбаха деген сөз маф'ул ма'ах болады. Мағынасы қандай? Хафиза жаттады, Мухаммед жаттады, шырақпен бірге. Бұл жерде ва деген мағынасы және емес, бірге деген мағынаны білдіреді. Мухаммед шырақпен бірге жаттады. Уаның мағынасы не? Ма'a деген мағынаны білдіреді екен. Хафиза деген мағынасын айтайық. Шырақпен бірге жаттады деген мағынасы, жаттап атқан кезінде қасында шырақ болды деген сөз ғой. Хафиза фи'л мади мабнин аля фатха. Мухаммедун оның фағилі, сол үшін марфуғ болады. Ва деген вау ма'ия деп айтылады бұл. Вау ма'ия. Және деген мағынаны білдірсе, вау атфия деп айтылады. Ал ма'a бірге деген мағынаны білдірсе, вау ма'ия деп айтылады. Вау ма'ия, мисбаха деген не болады? Маф'ул ма'ах болады. Маф'ул ма'ах болған үшін не болады? Насып болады. Яғни сол іспен бірге жасалған бір исімді айтады екен. Немен бірге жасалған білдіреді екен. Енді осы маф'ул ма'ахты атыфтан қалай ажыратамыз деген сұрақ туады. Мынаның мағынасы ма'a бірге деген мағынада келеді, кейбір кезде және деген мағынада келеді. Мысалы, жа'a зайдун ва Мухаммадун деген сияқты. Кейде ма'a бірге деген мағынада келеді. Қай кезде бұл уаудың мағынасы ма'a болады, қай кезде ва және болады деген кезде, егерде және деген мағынасын қойып көреміз. Егерде және деген мағынасы келмесе, онда ол міндетті түрде мағынасы ма'a мағынасында болады. Мысалы, хафиза Мухаммадун, Мухаммед жаттады, және дегенді қойып көрші орнына. Мухаммед жаттады және шырақ. Мухаммед және шырақ бір нәрсені жаттады ма не? Шырақ бір нәрсе жаттай ала ма не? Жаттай алмайды ғой. Демек, мынаның мағынасы және бола ма екен, және боламайды екен. Егер бұның мағынасы және болмаса, бұның мағынасы не болады деген сөз міндетті түрде ма'a мағынасында болады. Бірге деген мағынаны білдіреді екен. Тағы да мысал келтірсек, таваджахал қауму вал нила. Бет алды, жүрді, қауым жүрді, және ніл. Және ніл деп айтамайсың, және ніл жүрді. Қауым және ніл бір ақары кетіп баратыр, ніл өзені. Ондай болмайды ғой. Не болады демек, және деген мағынасы келмесе, ма'a деген мағынаны білдіреді. Нілмен бірге қауым жүрді, яғни нілді жағалап жүрді деген мағынаны білдіреді. Қауым деген таваджаха фи'л мади мабнин аля фатха, қауму деген фа'ил, сол үшін марфуғ болады, армат рафи дамматун захиратун. Вау деген вау ма'ия болады. Нила дегеніміз не болады? Нила деген маф'ул ма'ах болады. Маф'ул ма'ах болған үшін не болады екен? Мансуб болады екен. Яғни, және деген мағынасы келмесе. Кейбір кезде және деген мағынасы келеді. Мысалы, сарал амиру вал джунда деп айтамыз. Әмірші жүрді, және әскер жүрді деп айтсақ болады, немесе әмірші әскермен бірге жүрді десек болады. Вәғи не деген мағына келеді? Және деген мағынада келеді, ма'a деген мағынада келеді. Екеуі де келе береді. Егер де екі мағынада және десек те бірге ма'a деген екі мағынада бірге жүре беретін болса, онда бұны екі түрлі айта беруге болады. Екі түрлі істей беруге болады, айта беруге болады. Әскермен бірге жүрді десек, джунда деп айтамыз. Және әскер жүрді десек, джунду деп айтамыз. Сарал амиру вал джунда. Әмірші жүрді, әскермен бірге десек, вәні бірге десек, джунда деп фатхамен айтамыз. Сарал амиру вал джунду. Егер әскер және деген мағынада алса, онда джунду деп әмірші сияқты роф қылады екенбіз. Яғни, бірақ та абзалы екі іс рұқсат болып тұрса, абзалы не істеу? Абзалы вау атф қылу абзал болады. Мынаған ергізу абзал болады. Вау атфияны бірақ келесі сабақтарда өтеміз. Егер екі үс, яғни бұл кезде білу керек болған нәрсе, айтқым келген нәрсе, бүгін білу керек нәрсе, ваның және деген мағынасын қойып көреміз. Егер және деген мағынасы келмесе, онда міндетті түрде не болады? Бірге деген мағына болады. Егер және деген мағынасы келсе, онда және деп те айтуға болады, немесе бірге деп те екі түрлі мағынаның екеуін біреусін қолдана беруге болады. Бірақ та және деп қолдану абзал болады. Не? Және деп қолдану абзал болады. Және деген мағынасы, және бірге деген мағынасы екеуі де рұқсат болып тұрса, екеуі де мағынаны өзгерпейтін болса, онда және деген мағынаны қолдану абзал болады екен. Түсініксіз деп үміттенемін. Түсініксіз болса сұраңыздар.